Киви секілді экзотикалық жемістер соңғы 10 жылда дүкен сөрелерінде көптеп көрінуде. Бірте-бірте олар киви өспейтін біздің елде де күнделікті ас мәзіріне енді. Кейбір ас түрлері мен жеңіл салаттарға, тіпті кәуапқа да киви қосылатын болып жүр. Жалпы киви адам ағзасына қаншалықты пайдалы? Негізі кивидің отаны Қытай. Бұл жемістің адам ағзасына пайдасы көп. Диетологтар кивиді витаминдер мен минералдарға бай керемет жеміс деп атайды. Шынында кивидің құрамында С витамині апельсинге қарағанда бірнеше есе көп. Сонымен қатар, киви құрамында К мен Е витамині, фолий қышқылы, калий, литейн, целлюлоза, магний және фосфор секілді ағза үшін аса керекті қоректік заттар бар. Киви сонымен қатар пребиотик, яғни оның құрамындағы заттар ішектегі пайдалы бактерияларды тамақтандыруға көмектеседі. Олардың көбеюі мен дамуын жеңілдетеді. Бұл ас қорыту жүйесін сау ұстаудың өте тиімді жолы. Жұдырықтай ғана жасыл жеміс денсаулықтың басқа да проблемаларының пайда болуына жол бермейді. Мысалы, ағзаның тыныс алу жүйесінің аурулармен күресін күшейтеді. Қан тамырлары мен жүрек бұлшықеттерін нығайтуда және атеросклероздан сақтануда көмегі бар. Қаны қою, жоғары қан қысымына бейім адамдар күніне бір дана киви жеп жүрсе, аурумен күрескен болып саналады екен. Ал мұның себебі мынада. Киви қан ұйғыштығын азайтады. Онда көптеген қан суытатын дәрілерде болатын ағзаға жанама әсері жоқ заттар бар. Сондай-ақ жеміс қандағы триглицерид, яғни майдың деңгейін 15%-ға дейін төмендетуге көмектеседі. Киви жүрек қан тамырлары ауруы мен қатерлі ісік ауруларын алдын алады. Жеміс құрамындағы микроэлементтер қылтамырларды бекітіп, тромбоз бен атеросклероздың пайда болу қаупін бәсеңдетеді. Киви ағзадағы артық тұзды шығарғандықтан бүйректе тастың қалыптасуын болдырмайды. Кивидің басқа да артықшылықтарына келетін болсақ, ол іш қатудың алдын алады, ас қорыту жүйесін жақсартады. Бұдан бөлек суық тиюге қарсы тамаша профилактика болып табылады. Бұл оның құрамындағы В12, С, К витаминдерінің мырыш, иммундық жүйені нығайтуға көмектесетін басқа да қоректік заттардың көп болуымен байланысты. Денім сау болып жүрсін десеңіз, күніне 2 дана кивиді жеп жүріңіз. Бұл аурулардан және ерте қартаюдан сақтайды. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып коммент қалдырыңыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдағаныңызға мың алғыс. Дендеріңіз сау болсын.